Достар, Астанадан 25 шақырым жерде орналасқан Бозайғыр ауылындағы мына жаңадан салынған аткорм алаңы сатылып жатыр. Базаның көрінісі мінекей мынандай, ішіне бетон құйылған, толықтай малдың кертесі мінекей мынандай құйылмалы бетоннан жасалған, суы барлығы кіріп тұр. Мына базаның ішіне бір уақытта 100 басқа дейін ірі қараны байлап семіртсеңіздер болады. Жоқ, маған базаның іші тар, маған сырттан да территория керек, сырттан да мал бордақылайтын алаң керек десеңіздер, базадан бөлек мына жерде 5 клетка бар. Бұл жерде енді 50-60 бас ірі қара немесе жылқы малын семіртсеңіздер болады, құрметті достар. Және де бұл шаруа қожалықтың, бұл бордақылау алаңының өзіне тиесілі 2 гектар жері бар. Ойлаңыздаршы, Астанадан 25 шақырым жер 2 гектар жермен. Достар, енді бұл жерде барлығы ойластырылған. Сонымен қоса бұл аткорм алаңы мынау 1000 тюк шөбімен қоса сатылады. Және де мына жерде кішкентай өзінің шағын расколы бар. Мінекей малдарды мына жерден кіргізеді. Сонымен қоса егу, ветеринария мынау жұмыстарды осы жерде атқара берсе болады, құрметті достар. Және де одан бөлек өзінің мал сою алаңы бар. Бұл жерде бір мезетте 2-3 бас малды сойып, осы жерде бөлшектеп жіктеп алса болады. Және де бұл жерге де тағы да бір айта кететіні, барлығы түгел орналасқан. Мынау ағып кететін жолдары, және де бұл жерге де су кіріп тұр. Расколдан, мал соятын орыннан бөлек, даладағы 5 клеткадан және 100 басқа арналған базадан бөлек, дәл бұл аткорм алаңының жұмысшыларға арналған өзінің үйі бар. Жұмысшыларға мүмкін үй сатып алған жаңа хозяиндар өздері тұрса да болады. Бәрі жаңадан соғылған. Енді бұл жерде залы, кухнясы, бір спальныймен, туалет душымен, санузелмен, яғни дайын тұрған үй, мінекей сырты бәрі осындай жабындысымен тұр. Достар, енді біреулерге керек болып жатады. Бұл осы жердегі жаңа аткорм алаңының және де осындай утепленный контейнер тұр қасында. Жаңа мен көрсеткен үйдің де, мына контейнердің де барлығының су ішіне кіріп тұр. Аткорм алаңына да кіріп тұр, мал соятын жерге де кіріп тұр. Барлығы түгел. Екеуі де утепленный, ана екі ортаны әдейі қоршап қойған ғой, линолеуммен, көрдіңіздер ме? Егер де алам десеңіздер, Астананың айналасында аткорм алаңы керек, 100 басқа арналған 2 гектар жермен, сыртында да тағы да бір мал соятын жер болса десеңіздер, осылай шаруа қожалықты сатып алсаңыздар болады.